Мен 1942 жылы Орал облысында дүниеге келдім. Әке шешем қарапайым адамдар, оқуды бітіріп, оқуға түсіп, дәрігер болып, оқып, ауылда жұмыс істедім. Содан 4 балам болды, жалғыз қыз 3 бала. Барлығын оқытып ер жетіп, бәрі жан жаққа кетті. Жолдасым сол жылы қайтыс болды. Мен сонда 42 жаста едім. 5 баламен қалдым, жолдасым қайтқанда. Онда Орал облысында болды. 79-да арқалыққа балалармен келіп, пенсияға болды. Бірақ мен дәрігер болып істегесін, Құдайдың арқасы деп ойлаймын. Мені осы жолға әкелген 2 бауырым, солар арқылы естіп, өте жақсы сөздері ұнады осы жолда айтқанда. Сол айтқандардың бауырларының сеніп, Исаның жолына келдім. Ешқандай ренжімеймін де, өкінбеймін де. Исаның сөздері маған өте ұнады. Құдайдың сөзі маған сондай жақты. Мен де сондай қуандым осы жолға түскеніме. Тыныштық таптым. Самый главный тыныштық, әкемнің сүйіспеншілігін білдім, рақымдылығын білдім. Осы мен де айналамдағы көршілерге айтып жүрдім. Адамдар тыңдады, кейбіреулер тыңдап келді осы жолға. Мен ризамын. Менің өмірім, балаларым біледі. Әлі келген жоқ, бірақ біреуі Россияда, ол біледі Исаны. Соғысқа барды Чеченияға. Барғанда, мама дейді, сенің дұғаң мені құтқарды дейді. Бірге барған балалардың көбі қырылып қалды соғыста. Мені де бір түрлі сенің дұғаң шығар дейді. Бір будкаға мені кіргізіп жіберді дейді апардым. Сонда кіргізгенде аман қалдым дейді. Сенің дұғаң, мама, рахмет. Исаға келгенің дұрыс болды деп балам құлтады. Ойлай бердім, түсінбейтін шығар деп. Олар бәрін де білеміз сен. Білеміз, дұрыс істедің, өзің жүрегің қаласа, осылай жүре бер деді. Сол осы жолын жүргеннің арқасында көп бауырларыммен таныстым. Жерге барғанда Иса жолымен жүргеніме өте өзімді бақытты деп санаймын. Енді айналамдағы көршілерге де, тіпті қайда жүрсем де, бәрін тек ем туралы айтқым келеді. Не болып, бос болғанда өлеңін айтып, кемпірлер тыңдайды. Жетеле мені, жетеле деген айтқан, өлеңді айтқанда, бәрі айтады, қандай жақсы дейді. Мен Исамен болсаңдар, одан да жақсы болады дедім. Кісілермен бұрын бәрінде, ой, анау, мынау деп жақсы көрмейтін едім. Құдайның келгелі, Құдайдың сүйіспеншілігі, мен жүрегім бәрін де жақсы көрем. Даже дұшпандарымды да жақсы көрем. Өзімен бәрі де байқайды, сенің өзгеріп кетсін. Анда бармайсың, мында бармайсың, тойға бармайсың дейтін жоқ. Мен ондай жерге бармайын. Мен тек қана иеммен болам деймін. Сол мен өзгерсін. Көз қарасын, кейде қиыншылықтар болады, мен Исаның арқасына төзіп жүремін. Кішкентай кезімде бір нелерді кездестірдім. Онда әке шешем бар. Мен оқып жүрмін, кішкентаймын. Көп адамдар бір районнан басқа районға көшіп жатыр, жаңбыр құйды, сондай нетіп. Соларды біздің ауылға келіп тоқтап, шешем қабылдады. Үстері су, еврейлер басқа облысқа кетіп жатыр. Сонан шешеме ешкім қарсы шыққан жоқ. Қабылдағаның дұрыс деп. Сонда мен ойладым, еврейлер де сонда есіме түсті, анда кітаптарды оқып жүрген мен. Осы керемет адамдардан неге қудалайды екен? Неге оларды жек көреді екен деп ойлайтынмын еврейлерді. Олар осы уақытта есіме түсті, сол шешем марқұм болып кетті ғой. Ол кісі оларды жақсы қабылдап, жуындырып, киімдерін кептіріп, бәрін істеп жатыр. Онда апаларым айтады, неге сонша нетесің? Құдайдан айтады, біздің істеген жақсымыз. Олар мұқтаж болып, су болып, қиындық көріп жатқанда қалай үйге кіргізбейсің деп шешем сөйледі. Сол сөздері есіме түсіп, мен ойлаймын, о кісі білген екен ғой.
не айтса да маған айтатын, тәңірдің жолын, тәңір жарылқасын, тар жолмен жүр, бүйтпе, сөйтпе деп ол. Онда ол кісі білген болып тұр ғой өзі. Тар жолмен жүр, өйтпеңі, былай етпе, жамандық істеме деп айтып жүретін. Неше рет автобустағы қағып кетті, астынан түскен жоқ. Бұрылғанда поворотна, автобуспен тротуарда тұрған мені итеріп жүрді артымнан. Неге қарға құладым да, күлдім, рахмет. Әке мен сақтым, дөңгелектің астында қалма. Бәрі шауып жүрді, апа не болды? Мен ештеңе болған жоқ, ренжіген де жоқпын. Мен сіздер ғой мені әйтеуір дөңгелектің астына түскен Құдайыма рахмет деп. Сонда күледі, қорқып жылайды, сіз күлесіз. Мен неме, менің құтқарушым бар, мені сақтаған сол деп айтадым. Одан қарағанда болғанда, лифтімен жүргенде немерем қорқып кетті лифттен. Құлаған дауыстан мен есім танып қалып, оянды баланың дауыстан. Лифті тоқтап қалып құлағанда көзімді нетіп кетті. Ана лифттің нелері көгеріп кетті. Сразу келіп тоқтатты лифтіні. Скорый вызовет, не надо скорый. У меня мой Господь есть. Мне только обработайте. Екінші немерем бассейнге соны күтіп тұрмын. Екі баламен үйге қайтуым керек, қайдадым. Не надо деп меттім. Құдайдың сүйіспеншілігін көрсетті. Біз емес, бізді Құдай сүйді, біз емес. Соны мен де соны айналамдағын бәрін киелі кітапты оқысын. Айналамдан бәрін өзіңді қалай жақсы көрсең, айналамдағы бәрін жақсы көр дегендей. Мені өзі тапты Иса. Мен емес тапқан, өзі тапты, жүрегімді аштым арқалықта. Құдайдың сүйіспеншілігі мені жақсы көрді. Мұқтаждық болғанда мені сақтап жүрді, қорғап жүрді.